Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіздер. Отырыңдар, балалар. Балалар, бүгінгі бізде жаңа сабақ. Сабақтың тақырыбы химия өнімдері. Балалар, қандай химия өнімдерін білесіңдер? Кім айтады? Ыдыс, жордың, сұйықтық. Кім біледі? Кір, жордың, ұнтақ. Жарайсыңдар, балалар. Сабақты ары қарай жалғастырайық. Қазақстан қорықтары тақырыбына байланысты қандай жаңа сөздермен таныстық? Шөлейт, суыт, Алло. таутеке, мекендейді, құрығы, өсімдіктер, қызғалдар. Жақсы. Қазақстанның қандай қорықтарын білесіңдер? Наурызым, Қорғалжын қорығы, Алматы қорығы. Кемел, Жабағыл қорығы, Шарын шытқылы, Баянауыл қорығы, Тянь-Шань қорығы. Жақсы, рахмет. Так, балалар, 2-4. Так, Марина молодец, 8. 2-6. Ага, 12, молодец. 2-7. 2-7. Жоқ, Марина. Никита, молодец, 14. 2-20. О, 2-10. Ага, 20. Так, 2-2. Так, 2-1. Так, молодцы. 2-8. Ага, Марина молодец. И последний 2-5. 2-5. Жоқ. Так, он, Никита молодец. 2-10 алды. Никита молодец. Бұл менің досым Натан, ол күшті. Жарайсың. Бұл Саде, ол әдемі. Бұл менің досым Лейсан, ол әдемі. Жарайсың, Алима. Бұл менің достарым Артем и Афина. Артем қандай? Артем күшті. Афина қандай? Афина әдемі. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе? Жақсы, рахмет. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Сіз не дайындап отырсыз? Мен барлығына, спорт сабағына материалын дайындап жатырмын. Өте тамаша. Сіз де кітап алуға келдіңіз бе? Иә, мен де кітап алуға келдім. 5 Б сыныбы оқушысы Березкина Анна. Отан, бақытты боп жүргенім, сенің арқан ұлы отан, елім менің терегім, құшағында гүл атам, шығысынан арайлы, күліп атқан қубаттан, сенен бақыт тарайды, баршамызға ұлы отан. Желбірейді шалқытып, Қазақстан тоқты, көкте қыран қалықтап, қанат қағып барады. Абай Құнанбаев 1845 жылы Шыңғыс хан едекеде дүниеге келген. Абайдың шынаты Ибрахим, ол 12 жаста семейдегі Ахмет Риза медреседе оқиды. Болашақ ақын жас өлең әңгіме өз болып, әжесі Зере мен анасы Ұлажанның әңгімелерін барлық ынтасымен тыңдайтын. Ақ киімді дүниелер сақылды, сақыр мұқа танымас тірі жанды, ұсты басы ақ қара, тұсы суық, ұсқан жыры сақырлап күліп қалды. Дем алысы ұскерек аяз дымқа, кәріп құдам қыз келе пілек салды. Үшпадай боркен киген ақшарайтып, аязбеннің қалары жарданды. Алым таппай мақтанба, орын таппай бақтанба, құмарланып шаттанба, ойна бықта күйлуге, бес нәрсен қашық бол, бес нәрсен асық бол, адам болам.